Сәлем сұлуларым, бүгін біз сіздермен ерекше дәмді және оңай жасалатын зебра пирогын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге ұн, қант, жұмыртқа, какао, сұйық май, айран және разрыхлитель мен ас содасы қажет болады. Ең алдымен жұмыртқа мен қантымызды аппақ пенка болғанша дейін жақсылап тұрып миксерлеп аламыз. Жұмыртқа мен қантымызды осы видеодағыдай аппақ болғанша дейін жақсылап тұрып миксерлейміз. 3-4 есе көбею керек көлемі. Енді осы уақытта сұйық майымыз бен айранымызды құйып, қол венчигімен араластырып аламыз. Ұнымызды саламыз. Өздеріңіз осы жерде видеода көріп отырғандай ұнды екіге бөліп қойдым. Соның көп бөлігін бірінші салып, разрыхлительмен жақсылап тұрып араластырып аламыз. Достар, мына жерде айта кететін бір жайт, жақсылап тұрып араластырамыз, себебі біздің сұйық майымыз тестомен жақсылап араласу керек. Енді жақсылап тұрып араластырып болғаннан кейін осы массамызды таразының көмегімен өлшеп 1/2 бөлікке бөліп аламыз. Енді осы 2 бөліктің бір бөлігіне ұнымызды, келесі бір бөлігіне какаомызды салып жақсылап тұрып араластырамыз. Міне пирогымыздың да тестосы дайын болды. Енді осыны арнайы формаға 2-3 қасықтан бөліп құйып аламыз. Міне дәл өйстіп құйып алғаннан кейін шпажканың көмегімен бетін өйстіп сызып узор жасасаңыздар болады. Және осы пирогты 180 градуста 25-30 минутта пісіріп аламыз. Барлықтарыңызға осы рецептпен жасауға кеңес беремін. Пирог өте дәмді және воздушный болып шығады. Барлықтарыңызға сәттілік. Сіздермен бірге болған мөлдір. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар.